1963 жылы әйгілі американдық аса қауіпті қылмыскерлердің түрмесі Алькатрас жабылған болатын. Калифорния жағалауындағы аралда орналасқан түрме бір кездері Құрама Штаттардағы ең қорғалған түрме деп есептелген. 29 жылғы тарихы бар түрмеден бірде-бір қылмыскер қаша алмаған. Бірақ та 1962 жылы 3 қылмыскердің қашуы орын алды. Дегенмен қашқындар өлі ме, әлде тірі қалып бостандықта жүр ме, әлі күнге дейін белгісіз. Бұл түрмеден қашу идеясының өзі қаншалықты миға қонымсыз екенін елестетіп көрейік. Алькатрас аралы жағадан 1,5 шақырымнан астам жерде орналасқан. Мұздай су мен қаттағын түрменің табиғи оқшаулануын қамтамасыз етеді. Ғимараттың сырты тікенді сыммен, күзет мұнаралары мен биік қоршаумен қоршалған. Әрбір 3 сотталғанға бір бақылаушыдан бекітілген және әр қылмыскер жалғыз адамға арналған камераларда отырған. Алайда 1962 жылдың маусымында 3 адам кедергілердің барлығын айналып өтудің жолын табады. Күрделі қашуды банк тонаған үшін сотталған Фрэнк Моррис және көлік ұрлаумен айналысқан ағайынды Джон мен Клэренс Энглин жүзеге асырды. Бұл істе Алан Вест деген қылмыскер де болған, бірақ ол қашып үлгермей қалады. Қылмыскерлер осыған дейін де қашуға әрекеттер жасаған болатын. Сол себепті барлығы Алькатрасқа ауыстырылады. Қылмыскерлер көршілес камераларда отырған. Олар отырған блоктағы ескі желдету жүйесі бетонмен құйылмағанын біліп, сол арқылы түрменің шатырына шығу жоспарын құрады. Вентиляцияға өтетін қызметтік тоннель дәл қылмыскерлер камера қабырғасының артынан өтетін болған. Ал әр камераның ішінде 20-10 сантиметрді құрайтын желдету тесігі болған. Моррис жобаның ұйымдастырушысы болды, ал қалған екеуі қажетті жабдықты жасаумен айналысты. Олар басы үшкірленген темір қасықты шаңсорғыштан ұрланған қозғалтқышпен дәнекерлеген. Осылайша қашқындар импровизацияланған бұрға арқылы бір жыл бойы кезекпен вентиляция үлгінің айналасындағы қабырғаны бұрғылайды. Блокта күніне 1 сағат бойы ойнайтын музыканың арқасында шудың дауысын ешкім ести алмаған. Ал зақымданған қабырғаны темір тор түрінде жасалған картонмен жауып қойып отырған. Сонымен қатар қылмыскерлер басқа сотталғандардан резеңке плащтар айырбастап алып, 2-4 метрлік қайық пен құтқару жилеттерін жасаған, ал ескектерді фанерадан дайындайды. Түнгі тексеріс кезінде күзетшілер олардың жоғалып кетуін байқап қоймас үшін шаштараздан жиналған шаш қиындыларынан адам бастарының муляждарын жасаған. 1962 жылдың 11 маусымында ұйқыға жату уақыты келгенде қылмыскерлер қуыршақтарды көрпемен жауып, қабырғадағы тесік арқылы туннельге өтеді. Тек Алан Вест қана тесіктің диаметрін жеткілікті мөлшерде жасай алмаған, ал қылмыскерлер алаңсыз қашуды шешеді. Олар жұмыс істемейтін желдеткіштің торын майыстырып, шатырға шығып су ағатын құбыр арқылы сыртқа шығады. Жағаға келіп қайықтарын үріп, онда шамасында жағадан жүзіп кетеді. Осыдан кейін Моррис пен Энглиндердің іздері жоғалды. Ресми түрде олар әлі күнге дейін із-түзсіз жоғалған болып есептеледі. Қашқаннан кейін 2 күн өткен соң қашқындардың біреуіне тиесілі телефон кітапшасы, ақша және отбасылық фотосуреттер бар су өткізбейтін пакет табылады. Сондай-ақ клапанның жанында тістердің іздері бар құтқару жилеті табылды. Бәлкім қолдан жасалған жилет жел шығарған соң тіспен қысуға тура келген болар. Ол күні судың температурасы Цельсий бойынша 10 градустан аспайтын болған делінеді. 1978 жылға дейін қашқындарды іздеумен ФБР айналысты. Одан кейін оларды тұтқындауға санкция Құрама Штаттар маршалдар қызметіне берілді. 2003 жылдан бастап бұл іспен осы бөлімнің қызметкері Майкл Дик айналысады. Атап айтқанда Энглиндердің анасы бірнеше жыл бойы жұмбақ анонимдерден сыйлық ретінде гүл алып отырған делінеді. Сонымен қатар 1973 жылы Джон мен Кларенс аналарының жерлеу рәсіміне әйелдер киімін киіп жасырын түрде қатысқан деп есептеледі. Қылмыскерлерді қамауға алу туралы бұйрық олар 100 жасқа толғаннан кейін ғана жойылады. Қазіргі таңда Алькатрастың қашқын тұтқындарын іздеу жалғасуда. Көріп қалсаңыздар айта салыңыздар. Ал менің бүгінге айтарым осы достар. Контент қызықты болса, пікір қалдырып каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше.